Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Қарағанды ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңақос көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуаты Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Мен айтайын деген кешегі өзінше бір қыз туралы айтайын деп жаңа. Орысша сөйлейтін бір қазақ ұлты қыз әйел адам бағу. Орыс сияқты да сөйлеген, орысшасы баршылықта, енді орысша көп сөйлейтін. Сол айтайын деген, ол дейтін нелерді барып айттық, не болған. Ол дейтін полицияны шақырып, ол өзінше менен кешірім сұра деген жаңа, інісімен келіп. Мен не деп кешірім сұраймын бұдан? Ол дейтін, оныкі грубый нарушение дейді. Ол дейтін, олай деп айтпау керек дейді. Ол өзінше жаңа полиция органдары келген кезде өзінше жаңа крутой болдым, былай өтетін адам. Мен өйтіп айтпадым деп мойындамай кетіп баратыр. Ол өйтіп айтпау керек. Мен айтып түсіндіретіндей уақыт болған жоқ оған. Оның тұрғаны хитрство ол. Ондай кезде мен видеокамераға түсіріп, оны сол жерде ұстайтын едім. Видеокамераның қасында болған. Звукозапись жоқ дейді. Ол дейтін жаңағындай оныкі жаңағындай, мен даже ол жерде айтатын да не жоқ, просто басымды қатырма орысша айтқан кезде. Кет деген сөз, кетпегеннен кейін сөйтіп айттым, кет деп. Ол дейтін жаңағындай, оны көрсеттім қалай келген. Старший охрана былай тұр, сенімен сөйлеспеймін. Квартирам маньяк па деп тұрғаны, квартирам тұрады, маньяк па деп тұрғаны, оныкі грубый нарушение. Жалған ақпарат, адамға жала жабу. Бастықтардан сұрадым, охрананың бастықтарынан. Ол дейтін нарушение дейді. Оны сол жерде ұстауым керек дейді. Сол кезде камераға түсірсем, тағы мен камераға түсіріп жатсыз деген сияқты. Құрдан құр камераға түсірмей деген. Ол жағы кеткеннен кейін көп не алмай, камераға түсірген жоқпын. Мен видео айтпадым деп не olmay жатыр. Мен еще одан кешірім, мен не деп кешірім сұраймын? Қыз әйел адам болса. Қыз әйел адам болса дұрыстау. Қыз әйел адам барып заң бұза береді. Ол ер адам барып жаңағындай түрмеге қамала береді. Или және қыз әйел адам дұрыс деген ондай сөз жоқ. Қыз әйел адам түрмесі бар. Ол ер адам түрмесі бар. Қыз әйел адамдар түрмесі бар. Ол ер адамдар түрмесі бар. Мен сол айтайын, ол дейтін грубый нарушение өйтіп келген. Мен айтып түсіндірейін деп едім сізді, ол даже не қылдым, басымды қатырма, кет деген сөз. Мен не қылдым керек енді соған. Пачека деп ұрысып жатыр, қырылып жатыр былай деп. Я деп орысшалап бірдеңе деп жатыр. Мен не қылдым керек сол жерде, кет демегенде. Мен сонда үнемі қарап тұра беруім керек қой, өйтпеңіз деп тұра беруім керек қой мен. Мен сол жерде охрана обязанностьта жіберу керек сонда. Артында машиналар толып кетті қызмет барысында. Сондай ситуация болды бұл жерде. Мен сол айтайын, оныкі дейтін грубый нарушение жаңағындай келген. Мен өйтіп айтпадым дейді. Еще менен жаңағындай кешірім сұрасын деп інісі келіп тұр. Мен не деп кешірім сұраймын? Кешіретін соған іс-әрекетке барды ма? Өзі қандай не істеді, не қылды? Бірінші соны біліп алсыншы, құр дәм болсын. Алып шыға бермей, мен боқтады, не қылды деп. Мен өзім барып боқтасам екен. Өзім барып десем екен. Мен іс мәнісін білмей, мән жағдайды білмей,
олар еще жаңағы бір сөзге болар мені боқтадып деп еще түрмеге қамап жібергісі келеді олар. Мен одан қорықпаймын, түрмеге барған кезде де айтамын мен осындай болды деп. Олар сол аяқтан шалып жаңағыдай камераға не қылмай. Мен сол айтайын дегенім. Мен сол бір сөзге бола не қылуым керек пе, түрмеге қамап шығуым керек пе, өзінің істеген әрекетін білсін. Не қылуым керек, ұрысып пачек деп жатыр, сөзге түсінбейтін адамға. Кет демегенде мен не қыл деп айтуым керек оған. Мен сізге сондай қылуым керек, мен ақырамын, мен бүйтуім керек деп сөйтіп тұрамын ба? Артында машиналар толып тұр. Ондай сөйтіп қарау керек ол дейтін. Менің ақшама айлық алып жатыр дейтін, әңгімесін тыңдасаң. Сенің ақшаң емес, біріншіден. Ақыранның өзінің ақшасы еңбекпен тауып отырған. Соны түсініп ал. Мен сол айтайын дегенім сендерге. Ол дейтін жағындай, оныкі дұрыс емес. Ондай кезде мен жағындай оны түсіретіндей де уақыт болған жоқ. Түсіретін болса түсіретін, камераның алдында болған, ол звук жоқ дейді. Мен сол айтайын дегенім сендерге. Ол дейтін еще мені жаңағы бір сөзге болады боқтады деп тұрғаны. Өзі келіп, бірінші келіп нарушение бұзып тұр. Мен сол айтайын деген сендерге. Ол дейтін жаңағындай өзінше танымайтын адам, былай қашып тұрыс дейтін адам. Полиция барған кезде, жоқ мен видео айтпадым деп ойындамай тұр. Мен де қойдым. Қоймайтын болсаң, сотқа баратын болсақ, мен де барам дедім. Мен сол айтайын деген сендерге. Сенікі вообще грубый нарушениеден істеп отырғаның. Сол айтайын деген. Іс мәнісін білмей, адам дейтін білу керек, не істей алды, не қылды, қандай істеді деген сияқты ғой бұл жерде. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Хиуа ханы Бауыржан Табынырұлы, жоғарыдағы Түркістан Арыстанба Бауыржан ұлы ер адам Табынырұлы, жоғарыда Перғауын патша Бауыржан Табынырұлы, жоғарыдағы Каган Бауыржан Табынырұлы, жоғарыдағы Ақтөбе облысы Шұбарқұдық ауданы Қуат атасы туылған жері, Қоңырат город, Дәуіт Табын Шөмішті Қарақойды Алабақыр ұлы батыр ұлы ер адам мазары Қоңырат бәйгесі туылған жері, Бауыржан Қоңырат город, микрорайон, дом 118, улица Кара деп былай айтады тұрамыз. Карақалпақстан, бір пәтез, 2 этаж 10-20 квартира үй, Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан Табынырұлы, жоғарыдағы. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Мен барып айтатын едім, түсіндіретіндей уақыт болған жоқ ол дейтін. Сондай сол жерде жаңағындай старший охранмен сөйлесіп тұр. Ол старший охранда тұр сол жерде сөйлесіп. Ол да айту керек, ол сіздікі болмайды деп. Сіз не істеп жатсыз? Адам құқығын таптап жатсыз ғой деген сияқты, заң бұзушылық қой деген сияқты бір сөздерді айту керек. Ол жоқ, мен мынандай деп жатыр. Ол жаңағы өзінше күрді адам деп полицияға барған кезде мен қашып жүр. Мен сол айтайын деген сендерге. Еще мені кішкентай бір сөзге болады боқтады деп түрмеге жапқысы келеді. Тұрған бірақ хитрыйдың. Ол түлкіні ұстау керек, ол түлкіні. Орысшылап тұрған. Орысшылары жетеді енді, орысша сөйлейтіндер. Қазақ ұлты. Қыз әйел адамдар. Сол, оларға не керек жаңа нелерге? Қалған нелерге сол жаңа аяқтан шалып, көре алмай, сондайға барсын деген сияқты. Мен сол айтайын деген сөз. Ол дейтін іс мәнін жағдайды біліп алу керек. Олар айтады, осындай қылмау. Мен осындай болды дедім. Şu сетнелерден алдық, нелерді. Мен кешірім сұрамайды, осылай қоямыз дедім. Қоймайтын болса, тағы мен баратын жерге барам дедім. Осылай болды депті.
Жарайды, жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Сендермен бірге болған бауыржан бекбауыр аталым жоғарыдағы. Оны солай қарау керек. Ол дейтін хитрый, ол дейтін түсірмей, ол өзінше ұрысы болады да, ана жерде камераға түсірмеді деп қашып ар жақта анандай қылып жүр. Жарайды, жақсы, рахмет.